Қарақат десе білмейтін қазақ жоқ. Қыздардың мөлдіреген көзінде қарақатқа теңейді. Немесе қыздарына қарақат деген есім қояды. Десе де біз осы қарақаттың дәрі екенін білеміз бе? Ендеше бізді тыңдаңыз. Қарақаттың ем болатын аурулары және қолданылуы төмендегідей. Буындардың жедел қабынуына қарақат тамыры қабығы 15 грамм, сары ағаш 10 грамм, сайсағыз 15 грамм, ағаш шырмауығы 10 грамм шикі жаңпиздан 3 грамм суға қайнатып ішеді. Дизентерияға қарақат 15 грамм, қарандыз 10 грамм, жер бояу 10 грамм, қызылмия 3 грамм суға қайнатып ішеді. Бой бұзылғанда қарақат тамыры қабығы 15 грамм, қызыл шұғыны 15 грамм, гүлбуын 15 грамм суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Халық ішінде қарақатты ыстық басуға да қолданады. Қолдану мөлшері 10-15 грамм шамасында болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының PhD докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қарақаттың емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз, аяулы ағайын.